Қаңбақ шал бар екен де жоқ екен. Ерте екен. Ешкілері бөрте екен. Қырғауылы қызыл екен. Құйрық жоны ұзын екен. Бұрында қаңбақ шал деген шал болыпты. Мал мен басқа зар болыпты. Кедейліктен шықпапты. Ол ау салып балық ұстап, тамағын асырапты. Жел соқса, шал домалап жөнеледі екен. Соған отан қаңбақ шал деп ат қойған екен. Күн сайын ауына ілінген екі балығының біреуін бір түлкі үнемі тартып алып жібереді екен. Түлкінің қорлығына шыдай алмай, шал бір күні екінші жерге көшемін деп, мүмкін арқалап жолға шығыпты. Шаршаған соң оны бір жерге көміп кетіпті. Бір жерге елдің сойған малынан жинап алған шек қарнын көміп қойыпты. Ал бір жерге болса, қарындағын айранын көміп кетіпті. Жүктің салмағымен қаңбақ шал ұшып кетпей келеді. Жүктен арылған соң, төмен ұшып бір жерге түсіпті. Қараса бір тәу, екі тауды бір-біріне бақ қылып ұрып тұр екен. Әу, қайда бара жатқан шалсың? Кел екеуміз күш сынасайық деп қазандай бір тасты жер баспанға лақтырып жібереді. Сөйтеді де қайта қағып алады. Ал шал, енді сен осылай қақшы дейді. Қаңбақ шал сасып қалады. Қатерін білмей, тасты құшақтап аспанға бір қарап, үнімен тұрады. Сонда дәу, неғып тұрсың? Лақтыр тасты, дейді. Қаңбақ шал болса, аспанға лақтырсам, аспан айналып жерге түседі. Жерге қақпай түсірсем, жер ортасынан ойылып түсеме деп қауіптеніп тұрмын, дейді. Сонда дәу келіп, шалдың қолынан ұстап алады да: ақсақал, лақтырмай-ақ қой, текке қырылып қаламыз, деп шалынып қойғызады. Дәудің ақылының аздығын біліп, шал одан сайын жерленіп: кел, жердің шек қарнын шығарайық, дейді. Дәу болса жүгіріп келіп жерді бір теуіп қалады. Жер болса тізеден ойылып түседі. Бірақ ештеңе шықпайды. Қаңбақ шал өзі бұрын көміп қойған қанжыны арымаған қарын жатқан жерді жүгіріп барып теуіп қалса, қарын шыға келеді. Дәу болса одан сайын қорқып, содан соң қаңбақ шал айтады: кел, ендеше жердің миын шығарайық, дейді. Дәу болса бар пармен жүгіріп келіп, жерді теуіп қалады. Жер тағы да ойылып түседі. Бірақ ештеңе шыққан жоқ. Ал қаңбақ шал болса, бағанағы айран көміп кеткен жерін бір теуіп қалып еді. Айран бұрқ етіп шыға келді. Дәу болса одан бетер қорқады. Мына шал не деген күшті, деп шалдың айтқанын істей береді. Бірақ қаңбақ шал одан қалай құтыларын білмей, енді қайт, ертең бізге қонаққа кел, дейді. Дәу болса жарайды деп кетіп қалады. Шал үйіне келіп кемпіріне: ертең дәу қонаққа келеді, деді. ойбай-ау, немізді береміз, деп сасып қалады кемпірі. Қаңбақ шал тұрып: ертең дәу келгенде мен есіктің алдында отырамын. Сонда сен оның көзінше не істеймін, шал, деп маған қара. Мен не десем, соны істемекші болып, пышақты алып тұра ұмтыл, кемпіріне үйретіп қояды. Сол кезде кемпір отырып: шал, нені асамын, үйдегі қонаққа ештеңе жоқ. Сонда шал тұрып: басқа дәудің басын ас,
ортаншы дәудің төсін ас. Ол жетпесе, дәудің өзін ас. Дегенде кемпірі пышағын алып тұра ұмтылады. Дәу болса тым-тырақай қаша жөнеледі. Дәулер қашып бара жатқан кезде баяғы балықты тартып алып жей беретін түлкі жолығып қалады. Баяу, қайдан қашып келе жатсың дейді түлкі. Мына жерде бір пәле шал бар екен. Одан қашып келеміз дейді дәулер. Түлкі болса, сол қаңбақ шалдан қорқып жүрсіңдер ме? Мен оның талай рет балығын тартып алып жегенмін. Көріңдер, өзім ертіп барайын. Дәулерді қасына алып келе жатқанын көріп, шал айқай салады. Ей, түлкі, арғы атаңда 6 атамның құны бар. Бергі атаңда 5 атамның құны бар. Сен 3 дәуді ертіп келе жатсың ба? Айқайлайды. Сонда дәулер қорқып, бұл түлкі бізді аталарының құнына бергелі келе жатыр екен ғой, деп ойлап, түлкіні құйрығынан жерге алып ауырады. Сөйтеді де өздері алды артына қарамастан қаша жөнеледі. Сөйтіп қаңбақ шал дәулер мен түлкіден осылай құтылған екен. Достар, осымен менің ертегім аяқталды. Егер менің ертегім ұнап жатса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.